Помните, қыздар еке алдыңғы видеода айтып кеткен болатын, суббота күні бізде қонақ болады деп, соған дайындық басталып кетті. Дайындық болғанда пока мына шторларды емес, именно тюльдерді жуып жатырмын, потому что тез енді ақ қой, тез кірлік бітеді. Мен жуған кезде 30 минутта жуамда, сразу ана су күйінде іліп қоям, потому что ана қыртыс болып тұрады ғой, сол қыртысы сразу жазылады. Сонымен мына Айсананың комнаты, ана орта жақ яғни ол жерде біз қонақ күтетін жер. Ендігі жұмыс мына ақ диванды шығару керек болды, потому что ол ақ диван бар ғой, мына кіреберістегі уже 5 жыл ма 6 жыл ма болды, осы жаққа көшіп келгенде сразу алған болатын. Негізі временно деп ойлағанбыз ғой, оны мен дейтін молынан болды ғой, соны шығару үшін інімді шақырдық, яғни сестренкамның баласын. Ол келді, сосын барып күтпеген жерден қонаққа шығатын болып, мына жерде гетреде өзіме түсіріп жатқан кезім. В общем, осылай киіндім. Как раз балалар сабақтан келіп жатыр, Дархан сабақтан келіп жатыр, киіндікті тез-тез бәріміз шығып кеттік. Бұл қонақ баяғы сол інімнің үйі ғой, постоянно сол жерге барамыз, әйтеуір. Шығып батырғанда как раз осы ақ диванды алып шықтық та, соны мына жерде күйеуім мен інім ана мұсы жаққа тастап кетті. Содан кейін келді, қонаққа келсек уже столға отырып жатыр, бізді күтіп жатыр екен, күшті стол құрып қойған. Сонымен дейтін жаңағы інімізді поздравить еттік, сосын торт үзіледік, сосын второйға манты болған, сосын чай іштік. В общем, жақсы отырыс болды. Сосын келіп, енді мына екі креслоны пока інім бар кезде шығарып салайық деп, түнгі сағат 11 болса да оны шығарып салдық. Енді мына жерде жуу керек, қыздар қап-қара болып.